Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін біз сіздермен мәңгілік ел мұратын бөліміндегі сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәңгілік ел идеясы, ұлы мұратымыз. Алдымызға қоятын мақсатымыз тақырыпқа сай әртүрлі жанрда мәтін құрастыру, мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Бүгінгі сабақты бағалау критерийлері. Мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін таңдаулары бойынша әртүрлі жанрда мәтін құрастырады. Балалар, таңдаулары бойынша әртүрлі жанрда деп отырғаным, яғни сұхбат жазасыңдар ма, жоқ әлде мақала бола ма, баяндама бола ма, яғни өздерінің таңдауларын бойынша, өздерінің қалауларын бойынша қандай аудиторияға жазасыңдар, міне осы бағалау критерийі. Және келесі бір критерий ол тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай қолданады. Келесі тапсырмада балалар бізге беріліп тұрған дескриптор сұрақтарға дұрыс жауап береді, өз ойын жеткізеді. Бұл жерде сендерге мынадай екі сұрақ беріліп тұр. Бұл сұрақтарға жауап берулерің керек және ойларыңмен бөлісулерің керек. Бірінші сұрақ: мәңгілік ел идеясын кімдер жүзеге асыруға тырысқан деп ойлайсыңдар? Екінші: неге бұл идея біздің ұлы мұратымыз болып саналады? Енді бұл сұрақтарға жауап беру үшін балалар 15-ші беттегі екінші жаттығуға көңіл бөлейік. Бұл жерде Рахым Бекназаровтың мақаласынан үзінді берілген. Мәңгілік ел болуды ата-бабамыз бұрыннан армандаған. Оның тарихи негізі Орхон Енисей жазбаларынан басталады деп айта аламыз. Тоныкөктің тасқа қашалып жазылған жазбаларында көктегі түркі тәңірісі, түркінің қасиетті жер суы былай депті: түркі халқы жоқ болмасын дейін, халық болсын дейін деген жолдар кездеседі. Бұл аспан мен жер барда, жердің бетінде түркі халқы қалады. Ол мәңгілік ел болады, жер бетінен жойылып кетпейді деген тілектен туған идея. Бұл идея кейінде жалғасын тапты. Мысалы, орта ғасырлардағы Оғызнама, Бабырнамадағы жазбалар, Қорқыттың мәңгі өмірді іздеу философиясы, міне барлығы да осы идеядан туындаған. Кейіннен бұл идеяны жалғастырған, оны жүзеге асыруға атсалысқан қазақтың зиялы қауым өкілдері болды. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлы мен Мұстафа Шоқайды ерекше айтуға болады. Бірі елде, бірі шетте жүрсе де, екеуінің мұраты бір идеяға тоғысты. Екеуі де азаттықты аңсады, тәуелсіз ел болуды көздеді. Жақында ғана Мұстафа Шоқай шығармаларының 12 томдық жинағы шықты. Жинақта Шоқайдың мәңгілік ел идеясының жалғастырушысы ретіндегі туындылары топтастырылған. Қаныш Сәтбаев ұлттық ғылым академиясын құрған болатын. Ондағы мұраты ұлттық интеллигенцияны бір жерге шоғырландыру, қазақ тарихын, тілін, ділін, әдебиетін, мәдениетін ғылыми тұрғыда зерттеуге барынша күш салу еді. Жанына ұлттық интеллигенцияны жинап ел ішінде театрлар, мәдени ошақтар салдырған Дінмұхамед Қонаевты да айтып кеткен жөн. Осы тұрғыда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған мәңгілік ел идеясын халық арасында жылдар бойы қалыптасқан идея деуге де болады. Енді екінші сұрақ бізге берілген: неге бұл идея біздің ұлы мұратымыз болып саналады? Яғни бұл идеяны біз ұлы мұратымыз деп санау себебіміз идеяның түп төркіні ұлттық құндылықтарды сақтауға, ұлтты ұлт ретінде сақтап қалуға негізделген. Сендер де мені осылайша ой тұжырымдап, сұрақтарға жауап бере алдыңдар деген ойдамын. Енді балалар, грамматикалық тақырып туралы айтатын болатын болсақ, орфографиялық норма принциптері туралы біз сендермен алғашқы сабақтарда айта бастаған болатынбыз. Орфографиялық қазақ тіліндегі норма принциптері 3 принциптен тұрады дедік. Оның морфологиялық принципті біз сендермен оқыдық, фонетикалық принцип туралы айттық. Бүгін біз сендерменен дәстүрлі
принциппен танысамыз. Дегенмен де қайталап өтейік. Морфологиялық принцип дегеніміз не? Морфемалардың, яғни сөз бен қосымшаның құрамында болатын дыбыс алмасуларын ескермей, сөздің бастапқы қалпын сақтап жазуды айтады екенбіз. Фонетикалық принцип деп принцип бойынша сөз айтылуындағыдай жазылады, яғни әрбір әріп фонеманы емес, дыбысты белгілейді. Оған да мысал келтіріп, өткен сабақта айтқан болатынбыз. Мысалы, аман келді, аман келді деген екі сөзден біріккен болса да, аман келді, ботагөз дегенде қалай естиміз, солай жазамыз. Дәстүрлі принцип. Сөздің бұрын жазылып қалыптасқан, дәстүрге айналған түрін сақтап жазу. Бұған қазақ тіліндегі хат, хабар, халық, қаһар, жаһан сияқты сөздерге х әріптерін қолдануды жатқызуға болады. Енді осы орфографиялық нормаларды практика жүзінде қолданып, жаттығуларды орындайық балалар. Дәптерімізді дайындап аламыз. 17-ші беттегі 6-шы жаттығу. Бұл жерде берілген тапсырма, сызбада берілген мән-мәтін бойынша сөйлемдер құрастырыңдар. Бірінші дескрипторға көңіл бөлейік балалар. Дескриптор бойынша, мән-мәтін бойынша 5 сөйлем құрастырады. Тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай дұрыс қолданады. Кестеде, балалар, мәңгілік ел ұғымына түсініктемелер берілген, және мәңгілік елдің басты 7 құндылығы көрсетілген. Міне осы берілген түсініктерді, берілген сөйлемдерді қолдана отыра, орфографиялық нормаға сай тілдік бірліктерді де қолдана отыра, 5 сөйлем құрастыруларын керек. Келесі тапсырма балалар, екінші тапсырма. Осы 17-ші беттегі 7-ші жаттығу. Бұл жаттығуға берілген дескрипторлар мақсатты аудиторияны анықтайды. Таңдауы бойынша әртүрлі жанрда мәтін құрастырады. Сөз саны 50-60-тан шамасында жазады. Енді мақсатты аудитория дегеніміз не балалар? Оны білемізсіңдер, балалар, білесіңдер. Яғни, кімге арнап мәтінді жазамыз? Ол бастауыш сынып оқушыларына бола ма, жасөспірімдерге арнала ма, жалпы болмаса көпшілік қауымға арнала ма, оны өздерің таңдайсыңдар. Яғни, қандай аудиторияға жазамын мәтінді дегенді. Оны анықтап алғаннан кейін барып, енді мәтіннің жанрын таңдап алуларын керек. Сұхбат түрінде жазсаңдар болады, мақала түрінде, болмаса баяндама түрінде де берсеңдер болады мәтінді. Ондағы сөздің саны 50-60-тан аспауы керек. Енді сұхбат, мақала, баяндама туралы мен сендерге анықтамалар беріп қойдым. Одан басқа да сұхбаттың түрлері, мақаланың түрлері, баяндамаға қойылатын талаптар, міне осы туралы қосымша мәліметтерді төменде берілген сілтемелерге өтіп алуларыңа болады. Осы тапсырмалардың бәрін орындап болғаннан кейін мынадай бір кері байланыс жасап көріңдер балалар. Бірінші, сұрақтарға жауап бере алдым деп қай уақытта айтамыз? Сабақтың басында берілген 2 сұраққа менімен бірге дұрыс жауап беріп, дұрыс жұмыс істей алған болатын болсаңдар, яғни бұл сатыдан өттіңдер онда. Сұрақтарға дұрыс жауап бере алдым деп айта аласыңдар. Екінші, орфографиялық норманың 3 принципін түсіндім. Яғни грамматикалық тақырыптардың анықтамасын дұрыс түсіндім, практика жүзінде қолдана аламын деген сенімде болсаңдар, бұл сатыдан да өттім деп түсінесіңдер өздеріңді. Келесі, сызба бойынша сөйлемдер құрастыра алдым. Яғни бізде 6-шы жаттығуда сызба берілген болатын Қазақстандық жол 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ мән-мәтіні берілген. Осы мән-мәтінді қолдана отыра 5 сөйлем құрастыра алған болсаңдар, онда да дескрипторға сай о жерде тағы да не беріліп еді балалар? Дескрипторға сай о жерде тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай орындап қолдана алдым деген болсаңдар, онда бұл сатыдан да өттім деп санайсыңдар өздеріңді.
Келесі саты. Мақсатты аудиторияны анықтадым, мәтін құрастырдым. Яғни, соңғы 7-ші тапсырманы орындай алған болсақ, мақсатты аудиториямызды анықтап, солардың жас ерекшеліктеріне сай мәтінді берілген өзінің талаптарына сай құрастырған болсаңдар, яғни бұл сатыдан да өттіңдер. Міне осы кері байланысқа беретін өздеріңнің жауаптарыңды балалар комментарийға жазып кетулеріңді сұраймын. Одан басқа, бүгінгі сабақ бойынша қандай да бір сұрақтар туындаған болса, қандай да бір ойларың, пікірлерің болатын болса, немесе нені түсіне алмадым, қандай қиындық туды деген болатын болса, мен соның барлығын комментарийға жазып қалдырсаңдар болады. Мен оның әрқайсысын қарап, танысып көріп шығамын да, өздеріне тағы да түсіндіру жұмыстарын жүргізе аламын. Бүгінгі сабақ ұнаған болатын болса, ұнады деген белгіні де қойып қоюларыңды сұраймын. Олай болатын болса, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.